Сәлем достар, мені арнама қош келдіңіздер. Менің есімім Ляззат. Достар, бүгін біз кененің тілі деп аталатын тіске басар дайындайтын боламыз. Ол үшін ең бірінші баяндыларды жақсылап жуып, ұзыншалап турап, оның үстіне 2 ас қасық тұз салып, суға батырып қоямыз. Тұзды салған себебім баяндылардың қышқылдығы кету үшін. 30-40 минуттай тұрған соң сүлгілі қағаздың үстіне баяндыларды қойып шығамыз. Баяндылардың үстінен де сүлгілі қағазбен кептіретін боламыз. Достар, видеоны соңына дейін қараңыздар. Қызып тұрған қазанымызда баяндыларды 2 жағын бірдей етіп қуыратын боламыз. Мінекей осылайша қызартып қуырып аламыз. Жұмыртқаға аунатып қуырсаңыздар да болады, бірақ маған дәл осылайша қуырылған ұнайды. Мінекей барлығын қуырып алдым. Енді өзіме қажетті сарымсақты үккіштен өткізіп, оған майонез қосып, жақсылап араластырып дайындап қоямыз. Одан соң қызанақ пен қиярымызды ұзыншалап турап аламыз. Негізі бұл жаз басталған кезде әрбір дастарханда тұратын тіске басар болып келеді. Әрбір шаңырақта той болған сайын міндетті түрде осы тіске басарды дайындайды. Негізі рецептісін барлығы біледі деген ойдамын. Сонда да егер сіздің рецепт бөлек болса, мені рецептімен дайындап көріңіздер. Баяндыларға майонез жағып, оған қияр мен қызанақты қойып, одан соң ақ желкен қойып, таяқшамен қыстырып қоятын боламыз. Таяқшамен қыстырған себебім баянды ашылып кетпес үшін. Осылайша орау арқылы орама тәріздес етіп дайындаймыз. Достар, егер де сіздер мені арнама тіркелмеген болсаңыздар, онда мені арнама тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде сіздердің пікірлеріңізге жауап беретін боламын. Және де қоңыраушаны басыңыздар. Егер қоңыраушаны басатын болсаңыздар, мені арнамдағы жаңа рецепттер сіздерге көрінетін болады. Арнама тіркелуді ұмытпаңыз. Мінекей осылайша тез арада тіске басар дайындап шықтық. Өте дәмді, керемет болып шықты. Сіздер де дайындап көріңіздер. Сіздермен болған Ляззат. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Арнама тіркелуді ұмытпаңыз.